бір ағайындар, сәләфилер. Ағайын ғой, не істейсің енді оны? Ағайын деп айтпаған. Сол ағайындар бір ішінде оқыған біреу келіп, оны айтады, мен бірнеше нәрсеге келісе алмаймын дейді. Сендер мешітте жасалып жатқан. Иә? Негізінде сүннет бойынша емес. Не сүннет бойынша емес? Сендер намаздан кейін тұрып алып, бір-бірлеріңе сәлем бересіңдер дөңгеленіп тұрып алып. Бұл сүннетке сәйкес емес. Мен айтамын, жарайды. Тыңда. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін, Алланың шариғатын тарылтпасай соншалықты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әдемі нәрсе айтқан. Не деген? Мұсылман кісіге кездескенде сәлем береді деген. Жоқ, кездескен кезде болды. Мұсылманмен кездескенде сәлем беріледі. Мына хадис керемет хадис. Пойыздың ішінде, самолеттің ішінде, орманның ішінде, далада келе жатсың, көшеде келе жатсың, қызық емес. Кездескен жерде сәлем бересің. Сұрап жүрмейсің ғой, дәлел бар ма деп пойыздың ішінде амандасуға. Сөйтесің бе, дәлел бар ма деп сұрайсың ба? Жоқ, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы айтқан. Одан кейін сендер қол алысасыңдар еді. Сахабалар арасында анасынан сұраған сахабалар сәлемдесіп қол алысып, иә деген. Бар ғой енді. Сонымен бұл жарықтықпен келістіген, сәлем беру керек екендігіне. Енді дейді, сендер неге домалақ боласыңдар дейді. Оған келістік анаған. Сәлем беру керек екендігіне келістік. Сол айттым, жарайды, мен ертең жамағатқа тек 4-5 топ тұрайық. Домалақ болу ұнамайыншы де саған. Үш-бұрыш қылайық. Жарықтық-ау, не деген мақау адамсың сен? 10 адам бүйтіп жиналса бір-бірінің жүзін көру үшін дөңгеленбейін бе? Сен ешкім сұрамайды ғой? Жоқ, біз әдейілеп дөңгеленіп жүреміз. Дөңгелек боламыз жүреміз. Ешкім о нәрсені жасамайды ғой. Сөйтеміз бе? Ровно бір дөңгелек шықсын қазір де. Санап әрбір қадамымыз. Олай емес қой. Мүлдем олай емес. Мүлдем.